балабақшада мен колхоз бастық деп атап кеткен мені. Колхоз бастық себебі кәдімгідей ішім қампайған, доп-домалақ бала едім. Бәріне тапсырма беріп битіп, бұл колхоз ол кезде кеңес одағы ең басқарсаң колхозды басқарасын деген дейді. Одан кейін 7-ші класстан бір 10-ші класс, 11-ші классқа дейін мен президент болсам деген арман болды. Ол кезде енді егемендік алған кезіміз, Назарбаев президент, ол кезде осы президент сияқты жаңа мемлекеттік тәуелсіз Қазақстанның саясатын алып жүрсем деген арман. Одан кейін енді есейдік. Мен алдыма арманды қойып, мақсат қойдым. Мен осы өмір жолымда біріншіден не парламент мәжілісінің депутаты болам, не жоғарғы соттың судьясы болам. Күнделікті сол мақсатқа жету жолында жұмыс істедім. Библиотекада отырдым. Анам мынау судьяны, үлкен тәжірибелі судьяны репетиторға жалдап, мен 9-10 класста студенттердің 4-ші курс программасын 9-10 класста білгем. 11-ші класста, 10-11 класста менің жаңағы бір класста оқитын балаларымыз география, алгебра, геометрия, биологияны оқыса, мен ол пәндерден бөлек күнделікті азаматтық құқық, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік құқығы, жер құқығы, экологиялық құқықты, яғни 4-ші курста, 3-ші курста оқитын программаларды оқып отырдым бос уақытында. 11-ші класста мен Жамбыл облысының ең мықты заңгері атандым. Сөйтіп университетінде жаңағы заң мамандығын бітіріп, мынау қазір 23 жылы ең мықты заңгер атандым, білесіздер. Парламент мәжілісінде мынау заңнама және сот құқықтық реформа комитетінде өзімнің мақсатымды орындадым. Яғни мен парламент мәжілісінің депутаты болдым. Себебі мәжілістің депутаты заңымен жұмыс істейді, ал жоғарғы соттың судьясы сот төрелігін іске асырады. Анда да, мұнда да заңгер қажет. Сондықтан да бұл кез келген заңгердің өзінің карьерасындағы ең шарықтау межесі, нүктесі деуге болады. Сондықтан да сол нүктеге жеттім, бірақ та менің өмірлік мақсатым тоқтаған жоқ.